Мен болашақ күйеуіммен жоғары оқу орнында оқып жүрген кезінде таныстым. Универдің соңғы курсында едім. Ол кезде күйеуім құқық қорғаушы болып жұмыс жасайтын. Екеуміз бір-бірімізді бір көргеннен ұнатып, қатты жақсы көрдік. Бір жылдай қыз-жігіт болып кездесіп жүріп, мен оқуымды бітірген соң маған үйленуге ұсыныс жасады. Мен көп ойланбай-ақ келісімімді бердім. Ата-анам Өскеменде тұратын. Отбасымызда ата-анам және інім бар. Мен дипломымды алған соң, қоңыр күзде ата-анам мен туыстарым мені дүркіретіп, той жасап ұзатып салды. Студенттік шағым өткен Алматы қаласына келін болып түстім. Келін болып түскен жерім өте жақсы болды. Жолдасымда, отбасымда 2 ұл ғана екен. Әлі үйленбеген қайнағам әскери адам, жұмыс бабы бойынша Шымкентте тұрады екен. Атам да енемде жұмыс жасайтын. Мен түскеннен кейін араға көп уақыт салмай енем: «Қызым, дипломың жарамсыз болып қалмасын. Сені өз мамандығың бойынша жұмысқа орналастырайық» деп, күйеуімнің араласуымен жақсы жерге жұмысқа тұрғызды. Күндіз барлығымыз жұмыстамыз, тек кешке ғана дастархан басында бас қосатын едік. Мен жұмыстан үйге келе салып тамақ жасаймын. Кейде енем ерте келсе, біз келгенше тамақ жасап қояды. Ол кісі сондай сабырлы, бет алды сөйлей бермейтін, көзі ашық, білімді заманауи адам еді. Ал адам керісінше беймазалау, барлық жерде асығыс, сөзі де жүріс-тұрысы да жылдам, әділ, бетке тура айтатын тіке мінезді кісі еді. Бірақ маған қызым дегеннен басқа ұрсып сөйлеген емес. Осындай жақсы отбасына түскеніме іштей шүкіршілігімді айтып жүретінмін. Бірақ бір кем дүние дегендей бала көтере алмай жүрдім. Енем: «Сен әлі жассың ғой, қайда асығасың? Уайымдай бермеші, әлі аяғының ауырлап қалғанын білмейде қаласың» деп, күліп мені рухани демеп қоятын. Енемнің осы сөздеріне кәдімгідей ішім жылып, алдағы күндерге үміт артып, жолдасымен ыстық соғымыз басылмаған бақытты күндерімде өтіп жатты. Күн суытып, ұлпалап қар жауып, қыс та келді. Тау бөктеріндегі Алматының ауа райы, табиғаты керемет. Қала көшелеріндегі шыршалары ақ мамыққа оранып алғандай. Таңертең күйеуіммен ерте тұрып, екеуміз бірге жұмысқа шығып кететінбіз. Кешке қарай мен жұмыстан ертерек шығып жатсам, Серік келіп мені жұмыстан алып кететін. Сөйтіп екеуміз қыздың соғына қарамай, түнгі Алматыны қыдырып, қол ұстасып киноға барып, мейрамханадан тамақтанып, жұмыстан қолымыз қалт босай қалса, сол сәтті пайдаланып, бірге болуға тырысатынбыз. Екеуміздің жүрегіміз бір-біріміз үшін соғатында еді. Осылай жүріп, бізге білінбей уақыт деген сырғып өтіп жатты. Мен келін болып түскеніме біраз уақыт өтіп кетсе де, аяғым ауырламады. Күйеуім сәби жайлы сөз қозғамаса да іштей тезірек сәбилі болғысы келетін секілдеді. Өйткені басым ауырып, кішкене мазасызданып қалсам, маған жылышырай қарап: «Мажаным, мүмкін сен көтерген шығарсың?» деп сұрай беретін. Ол маған осылай қараған сайын, мені іштей өзімді бала көтере алмай жүргеніме біртүрлі кінәлі сезінетінмін. Алайда жаратқаннан үмітімді үзбедім. Сөйтіп, жазға таман көтпеген жерден қайнағам үйленетін болды. Қалыңдағы Шымкент жақтың қызы екен. Ата-енем үлкен той жасап қайнағамды үйлендірді. Той өткеннен кейін арада бір ай өткен соң, қайнағам әйелмен Шымкентке қайтып кетті. Абысыным көп ұзамай-ақ аяғы ауырлап, межелі уақыты жетіп, қыз бала босанып алды. Ата-енем 5 жылдан бері менен немере күтіп жүреді. Абысынымның босанғанына қатты қуанды. Мен де жүрегім лүпілдеп қуанғаннан бір жылап алдым. Бұны көрген күйеуім мені жабырқап тұрды ма: «Жаным, бізде де бұйыртса осындай қуаныш болады, жыламашы» деп, жас жуған бетімнен сүйіп жатыр. Екеуміз бір-бірімізді үнсіз ұқсатын едік. Түрлеріміз де ұқсайтын. Бойымыз ұзын, өңіміз аққұба. Көрген жұрт қандай жарасымды жоп деп сыртымыздан айтып жататындарын көп еститінбіз. Өзіміз сондай бақыт едік. Күйеуім маған бала көтермей жатырсың деп ешқашан айтқан еместі. Болмаса көңілі түсіп, мен сияқты қатты уайымдайтын. Әлде маған солай көрінетін беті білмеймін. Әрқашан бір қалыпты көңіл күйде жүретін.
мерекелерде, демалыстарда жолдастарымен табиғатқа кәуіп жеуге, пикникке жиі шығатын едік. Аузымнан шыққанның барлығын алып беріп, еркелетіп жүретін. Осылайша менің көңілімді аулайтын. Абысыным қызды болғаннан кейін менде іштей тезірек сәбилі болсам екен деп көп ойланатын болдым. Осылай үміттеніп бала күтіп жүргенімізге 5 жылдан асып қалып еді. Сөйтіп абысыным босанған соң, біраз уақыт өткен соң, анам хабарласты. Қызым-ау, алдан сұрап қана осылай жүре бересіңдер ме? Барып, дәрігерлерге қаралмайсыңдар ма? Өзіңде, күйеуіңде қаралсын. Кім біледі, мүмкін, күйеуіңнің денсаулығы жоқ шығар. Анализ тапсырып, профилактика жасап, емделіп көрсеңдерші деп, біраз әңгіме айтты. Енемен де сөйлесті. Сөйтіп ақылдаса келе, күйеуім екеуміз дәрігерлерге қаралатын болып шештік. Бір аптаға жұмыстан больничный ашып, Алматыдағы жақсы жеке емханаға қаралдық. Барлық қажет деген анализдерді тапсырдық. Күйеуімнің денсаулығы жақсы. Анализдерде жақсы деген нәтижемен шықты. Маған бедеу деген диагноз қойылды. Бұны естігенімде төбемнен жай түскендей болып, есеңгіреп қалдым. Не ойларымды да білмей, бір орнымда қатып қалыппын. Іштей, бұл бір қателік шығар. Бұлай болуы мүмкін емес деп күбірлей беріппін. Жанарым жасқа ашыланды. Күйеуімде естігеніне сене алмай, не істерін білмей қалды. Жаныма келіп, жаным қойшы, бұл бір қателік шығар. Басқа дәрігерге қаратармын. Сені жақсы көремін ғой, емделесің. Әлі сәбилі боламыз, шыламашы деп шұбатып жатыр. Сол кездегі күйеуімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Содан үйге келген соң, менің жағдайымды барлығы да естіді. Енем, үміттеріңді үзбеңдер, жазсыңдар ғой. Басқа жерге барып тағы да қаратармыз, емделесің, барлығы да жақсы болады деп, ол кісі де шұбатып жатыр. Бірақ ішімде ешқандай үміт жоқ екеніне көзім жететіндей. Мен бедеумін. Мен ешқашан сәби сүйе алмаймын, ана бола алмаймын. Құдай-ай, неге бұлай болды екен? Ана бола алмасам, несіне тірі жүремін? Сүйгеніме, әке атаның бақытын сыйлай алмасам, несіне бірге тұрамын деп, жүрегім қан жылады. Бар үміт сенімім ғайып болды. Енем айтқан болуы керек. Біраз уақыттан соң анам хабарласты. Олды естігеніне сене алар емес. Анамның даусын естігеніммен сөздерін ұқпайтын сияқтымын. Егіліп жылай бердім. Ертесінде дел сал күйде таң ата салысымен енем есікті тоқылдатып мені шақырып алды. Күйеуім ұйықтап жатыр еді. Шықсам, енем ас үйде шай дайындап қойыпты. Екеуміз отырып шай ішейік. Айтатын әңгімем бар деді. Менің жүрегім су ете қалды. Сен бедеусің, баламнан ажырас деп айтатын сияқты көрінді маған. Аяқ қолым дірілдеді. Алғаш рет өзімді бұл үйде бөтен адамдай сезіндім. Беті қолымда шайып келіп, ас үйдегі орындыққа отырдым. Енем түркиялық бір жеке фирмада бас есепші болып жұмыс жасайтын. Мен кешегі жағдайдан кейін кешкі ас ішпей жатып қалған болатынмын. Сол кезде енем жан-жақтан қарап, әріптес құрбыларынан жақсы дәрігер сұрастырып іздепті. Содан бір құрбысы Түркиядан келесі аптада бір білікті дәрігер Алматыға семинарға келетінін айтыпты. Неде болса, сол дәрігерге қаралып көріңіздер деп нақыл айтыпты. Енем қалайда бір мүмкіндік тауып, сол дәрігерге қаратамын деді. Маған осы жайлы айтпақшы болыпты. Жүрегім орнына түсті. Бір үміт оты жылт ете қалғандай болды. Келесі аптада күткен дәрігеріміз Алматыға келіпті. Семинар өткізіп жатыр екен. Қабылдауында болғысы келетін әйелдер өте көп. Дәрігер бір аптаға ғана келіпті. Үлгерсең үлгердің, үлгермесең қалдың дегендей. Әйтеуір күйеуім құзырлы органда істегендіктен соның арқасында қабылдауына жазылдым. Енемен бірге әлгі дәрігерге бардық. Дәрігер орта жастағы ер кісі екен. Маған тек анализдер тапсыруға УЗИге жолдама берді. Барлығын тапсырып УЗИге түстім. Нәтижесіне ертең келіңіздер. Өзіңізді анализ нәтижелері шыққан соң қабылдаймын деп қайтарып жіберді. Сол түнді кірпік қақпай өткіздім. Таң атпай, түні зарып кеткен сияқты көрінді. Сонымен бір кезде көзім ілініп кеткен екен. Жолдасым таң ата мені оятпай жұмысқа кетіп қалыпты. Бір кезде есіктің сықырынан селк етіп оянып кеттім.
Сөйтсем, енем екен. Қызым, тұра ғой. Атаң бізді күтіп отыр. Емханаға кеттік деген соң, атып тұрып киіне бастадым. Шықсам мен енем мені көлікте күтіп отыр екен. Содан атам бізді көлігімен емханаға зырылдатып алып барды. Дәрігерде келген екен. Енем екеуміз қабылдауына кірдік. Дәрігер мені қарады да сосын медбике барлық анализдер нәтижесін әкеліп берді. Дәрігер қарап шықты да, тағы да сол бедеусің деген диагноз қойды. Тағы бірдемелер айтып жатыр еді. Мен соңына дейін тыңдамай шығып кеттім. Жүрегім өрікпіп, өзегім өртеніп кетті. Ойым сансаққа кетіп, осымен барлығы бітті дедім. Ана, бұл алмайтын болсам, өмір сүрудің еш маңызы жоқ еді. Ана болу бақыты маған бұйырмаған екен. Не деген зор маңдай едім. Бетімді басып жылаған күйі далаға бірақ шығыппын. Кенет, қызым, қайда барасың деген атамның оқыс даусынан селк етіп тұрып қалдым. Атам шапшаң басып артымнан тез келе жатыр екен. Мен үнсіз ғана тұрып қалдым. Сол кезде емханадан артымнан енемде шығып, асығып жанымызға келді. Сөйтті де, атама үйге кеттік деді. Атам екеумізге бір қарады да, жүріңдер көлікке деп, үйге келдік. Мен үйге кірген соң ата енем дүкенге барып, келеміз деп қайта шығып кетті. Мен бөлмеме кіре салып, айқайлап жыладым. Ішім алай-дүлей болды. Бар үмітім өшті. Енді не істеймін деген сан түрлі ойлар санамды жайлады. Өз-өзімді жек көріп кеттім. Сүйіп қосылған жолдасыма перзент сүйгізе алмасам, несіне оған жар боламын. Осылай қанша уақыт отырғанымды білмеймін. Бір кезде жантайып жатып едім, талықсып, көзім ілініп кетіпті. Күбірлеген дауыстардан оянып кеттім. Тіс ауып кетіпті. Жұмыстан күйеуім де келген екен. Ата-енем үшеуі қонақ бөлмеде сөйлесіп отыр. Есікті ақырын ашып шыққалы жатыр едім. Енем, бала асырап алсақ қайтеді. Баланы бала шақырады. Қаншама бедеудеген әйелдер бала асырап алғаннан кейін Алланың құдіретімен көтеріп, сәбилі болып жатыр ғой. Бір жетімді бауырымызға басып, сауапты жасармыз деп жатыр еді. Атам шорт кесті. Керек жоқ, тексіз бола. Қасқырдың баласын қанша асырсаң да орманға қарап ұлиды. Ертең қандай боларын кім білсін. Өз тұқымым, өз баламнан туған немере керек. Бала белде, қатын жолда. Болмаса баламның бағын байламасын деді. Өз құлағыма өзім сене алмадым. Күйеуім ажыраспаймын, не болса да бірге көреміз. Мен оны жақсы көремін. Басқа елдің керегі жоқ маған деп шарт-пырт болды. Енем болса айғайламаңдар, болды. Келін естіп қояды. Болды, қойыңдаршы деп жатыр. Мен есі ауысқан адам секілді бөлмеде ары-бері теңселіп, ерсілі-қарсылы жүре бердім. Сосын есікті сырт еткізіп ашып, түк естімегендей бөлмемнен шықтым. Күйеуіме қарап, бүгін ерте келіпсің ғой. Мен кешкі ас жасайын деп, аз үйге қарай өтіп кеттім. Артымнан үшеуінің маған қарап қалғанын сезіп бара жаттым. Ішім өртеніп жатса да, түк білдірмей кешкі ас дайындадым. Дастархан жасап, барлығын кешкі асқа шақырдым. Үнсіз ас іштік. Сосын бәрін жинап, ыдыстарымды жуып бөлмеме келдім. Күйеуімді қатты құшақтап алдым. Ол да мені құшақтап еркелетіп жатыр. Уайымдама. Барлығы жақсы болады. Бір шешімін табармыз. Дәрігер біраз ем-дом жазып беріпті. Үміт үзбеңіздер депті. Мүмкін болып қалар деп мені жұбатуда. Мен осы сәтте ештеңе ойлағым келмеді. Сүйген жарымның құшағында балда еріп, бара жатқанда едім. Осылайша ешқандай шешім таба алмай, бала сүю деген бар үмітімді үзіп, тек күйеуімді қимай, ата-енем үнсіз күндер өтіп жатты. Сөйтіп, жүргенде жазғы демалысын алып, қыздарымен, қайнағамен абысыным келді. Барлығымыз оларды қуана қарсы алдық. Қыздары тай-тай басып, жүріп қалыпты. Сонда сүйкімді өзі. Абысыным әші томпеп шығып, екіншісіне аяғы ауырлапты. Мұнысын менен басқа барлығы білген екен. Тек менің көңілім түспесін деп айтпаған көрінеді. Атам қой сойып, туған туысты шақырып, ырымын жасап немере қызының тұсауын кесті. Мен оларға қызыға да қызғана қарадым. Келген жұрт ішіп-жеп батасын беріп тарқасты. Сол түні дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Қайнағам отбасымен бір айдай болды біздікінде.
Ата-енем немерелерін қолдарынан тастамайды. Күйеуім де жұмыстан келе сала кішкентай қызды іздейді. Күнде тәттілерін алып келеді. Үйімізде бала дауысы былдырлап, барлығының көңілдері көтеріңкеді. Мен ғана ішімнен тынып жүре бердім. Ешкімге іштен мұңайып жүргенімді, ештемемді білдірмедім. Бір күні енем, бір жақсы көріп кел молда кісіге барамыз деп, мені ертіп, апарып өшкін оқытты. Мүмкін қазақы ем-дом әсер етеді ме деп ойлаған шығар. Мен селсоқ күйде жүре бердім. Іштей бар үмітім өшкен болатын. Мені ұстап тұрған тек күйеуіме деген махаббат қимастық сезім еді. Қайнағам демалысы бітіп, отбасын алып, Шымкентке қайтып кетті. Үйде қайтадан өлі тыныштық орнады. Ешқайсымыздың көңіл күйіміз жоқ. Жұмыс үй сонымен уақыт өтіп жатты. Бір күні абысының босанды деген қуанышты хабар келді. Ол босаныпты. Ата-енем дереу жиналып, күйеуіммен бірге машинамен Шымкентке кетіп қалды. Мен үйге қарап жалғыз қалдым. Сол 3 күнде әбден ойланып, барлығын саралап, анама тез келіңіз деп қоңырау шалдым. Мен күйеуімнің бақыты үшін шешім қабылдадым. Келін болып түскеніме 8-ші жылға кетіп барады. Әлі құрсақ көтермедім. Күйеуімді қанша сүйсем де оны әке болу бақытынан айыруға ешқандай құқым жоқ еді. Содан мен ажырасуға бел будым. Ата-анаммен хабарласып тұратынмын. Анам менің жағдайымнан хабардар болатын. Бар мұңымды анама шағып жылап алатынмын. Анашым осы уақытқа дейін мені жұбатып, қолда көрсетіп келді. Енемдер келерден бір күн бұрын анам мен інім келді. Әкем екеуін мені қайтамын десе жиып теріп, қызымды алып келіңдер. Тағдыры солай болса қайтеміз енді. Ішіңе сыйған балаң сыртыңа да сияды депті. Бір түнде анамдармен бірге бар жасауымды жинап қойдық. Таң ата, ата-ене мен күйеуім келді. Жиналып тұрған жігімді көріп аң-таң болып қалды. Анам амандасы болған соң мән-жайды түсіндірді. Күйеуімнің көздері ашу-ызаға толып маған қарады. Ата-енем болса, анамды үнсіз ғана тыңдады. Мен олардан кешірім сұрадым. Мені қыздарыңыздай көрдіңіздер. Бір қабақ шытып, маған сөйлеп ұрысқан емессіздер. Бар жерге қараттыңыздар. Амал қанша, қолдарыңыздан келгенді жасадыңыздар. Сіздерге ешқандай ренішім жоқ. Маған баталарыңызды беріңіздер. Ұлдарыңызды әке болу бақытынан айыруға құқым жоқ. Оған шын жүрегімнен бақыт тілеймін дедім. Осы 2 ауыз сөзді жүрегім ауырып, жаным қиналып әрең айттым. Сол кезде күйеуім ұшып тұрды да ас ішетін столда үстіндегі асымен бірге төңкеріп жіберді. Мен сені жібермеймін. Бала асырап аламыз. Кетпейсің. Неге менімен ақылдаспай мұндай шешім шығарасың деп, қалш-құлш етіп айқайлап кетті. Одан мұндайды күтпеген біз шошып кеттік. Атам ұлына, отыр, ашуыңды бас, айқайлама деп жатса да күйеуім тоқтар емес. Қабырғаны жалаң жұдырығымен соққылап, үйдегінің барлығын қиратып бара жатыр. Енем көзі мөлтілдеп жылап қалды. Оған қарап анамда, айналайын құдалар. Әкесі алып қайт деді. Осы жерден шу шығармай, осы сыйластығымызбен қызымызды алып кетейін деді. Осы кезде күйеуінің бірге жұмыс жасайтын жолдастары келіп қалды. Оларда не болғанын түсінбей тұр. Атам оларға күйеуімді алып кетіңдерші деді. Ашу-ызаға булыққан күйеуімді жолдастары үшеуі үш жақтан ұстап, әзер дегенде машинаға отырғызып алып кетті. Олар кеткен соң жүк көлігі де келді. Көрші балаларды шақырып, бар жасауымды інім барлығы көлікке тиеді. Анам қайтарға пойызға билет алып қойған екен. Ата-енем батасын берді. Сонымен енемен шылап қоштасып, кете бардым. 8 жыл тұрған құтты мекеніммен қош айтысып, қимастықпен артыма қарай-қарай кете бардым. Өскеменге туған жерме, өзімнің туып өскен үйіме келдім. Әкем мені көзіне жас алып қарсы алды. Осы 8 жылда інім үйленіп бір балалы болған. Келінім асты үстіме түсіп, шай жөндеп жүр. Кішкентай інімнің баласы балдырлап тай-тай басып жүгіріп жүр. Сол кезде қандай күйде болғанымды сөзбен айтып жеткізе алмайтын едім. Мен үшін өмір тоқтап қалғандай болды. Ата-анамның жұбаты сөздері, менің қас-қабағыма қараған інім мен келінім ештеме әсер етпейтін тіреулік секілді едім. Әкем ажырасу жағын қолға алды. Адвокат арқылы мені ешқандай ажырасу процесіне қатыстырмай,
Заңды түрде ың-шыңсыз 2 айдың ішінде ажырастырып жіберді. Арада бала болмаған соң, ортақ мүлік болмаған соң, барлығы тез бітеді екен ғой. Сонымен мен түпкілікті ажырасып кеттім. Осы аралықта күйеуім қайта-қайта звондайтын. Мен онымен сөйлеспейтінмін. Менен бір жолата үмітін өссін деп едім. Хабарламаларына да жауап бермейтінмін. Іште оны қанша сағынып сөйлескім келіп, дауыстым, естігім келсе де өз-өзімді ұстайтынмын. Төркініме келгеніме 3 ай өткен соң, әкеме мені жұмысқа тұрғызыңызшы дедім. Тірімін, тіршілігімді жасайын. Масыл болып отырмайын. Онсыз да мен келгелі үйден береке кеткенде еді. Бәрі менің қабағымды аңдып, артық сөз айтпайды. Емін-еркін шеркелеспейді. Менің көңіліме қарайтын еді. Әкем оқыған кісі. Бір мектептің бірде директоры. Анам да оқыған көз ашық сол мектепте мұғалім болып бірнеше жылдан бері жұмыс жасайтын. Әкемен де сол мектепке жұмысқа орналастырды. Сыртым бүтін, ішім түтін жұмысымды істеп жүріп жаттым. Күз өтіп қақаған қыз да келді. Қыз өтіп көгілдір көктемде келді. Айнала жазыл түске еніп, мен де өткенімді ақырындап ұмыта бастадым. Сүйген жарыммен айырылысқалы оны бір сәтте ұмытқан емес едім. Болмаса, арада 1 жыл уақыт өтті. Бұрынғы қайын жұртыммен, күйеуіммен 1 жыл ара шігімді үздім. Телефон номерімді де ауыстырып тастап едім. Көп ұзамай інімнің келіншегі екіншісіне аяғы ауырлады. Бұны естігенде мен тағы да іштей күйзелдім. Бірақ ешкімге ештеме білдірмейтінмін. Інім үшін қуанамын әрине. Қызғаныштан күйзелмеймін. Тек тағдырыма налимын. Кейде түндерде күйеуімді сағынамын. Оның ыстық құшағын аңсаймын. Ешкімге білдірмей қыстығып жылап алам. Қанша рет телефон соғуға, дауысын бір рет естуге оқталдым. Бірақ бата алмадым. Мен хабарласам мені іздей бастайды, үміттене бастайды. Одан да өз бақытын тапсын, перзент сүйсін. Толыққанды отбасы болсын дедім. Осылай жүргенде жұмыста ауқымды мұғалімдер семинары өтетін болды. Әр қаладан білікті мұғалімдер келді. Мен де бардым. Сол жерде бұрынғы бірге жұмыс істеген Алматыдағы әріптесімді көріп қалдым. Екеуміз хал жағдай сұрасып шүйіркелесіп қалдық. Семинар біткен соң шағын мейрамханаға бірге тамақтануға бардық. Ол келіншек бұрынғы күйеуіме алыс ағайын болып келетін еді. Менің сұрауға бата алмай отырғанымды байқап, әңгімені өзі бастады. Сен кеткен соң күйеуің біраз уақыт өз-өзіне келе алмай жүрді. Жиі шеді екен. Енеңде денсаулығы сыр беріпті. Давление деген пайда болыпты. Содан сен де түпкілікті ажырасқан соң атаң қайнағаңа күйеуіңді үйлендірейік, сұрап білістіріп, қыз қарай жүр депті. Содан қайнағаң өзінің бөлімшесінде істейтін бір медбике қызды тауыпты. Енең мазасы болмай жүрген соң анама қарайды деген болар деп бір себеп тауып, күйеуіңді Шымкентке шақыртып, әлгі медбике қызбен таныстырыпты. Бұның бәрін маған тәтем өзі айтып берді. Басында күйеуің қызды ұнатпапты. Қара, тік сөйледі екен деп. Енең аппағында көрдің ғой, маған үй шаруасына қарасатын адам керек. Денсаулығымда болмай жүр. Енді бұрынға еліңді ұмыт. Уақыт өтіп бара жатыр. Сенің балаңды әкең екеуміз көріп кетейік деп көндіріпті. Сөйтіп сендер заңда жазған соң 3 айдан кейін күйеуің үйінде беташар жасап үйленіп алды. Қазір келіншегі аяғы ауыр. Бәрі қуанып жүр деп әңгімесін аяқтады. Жүрегім аузыма тығылды. Ащы өксік өзегімді өртеді. Жанымның бағы ашылыпты ғой дедім. Бақытты болсын. Олар үшін қуаныштымын деген 2 ауыз сөз көмейге тығылып, даусым қарылдап әрең айттым. Өз-өзімді әзер ұстадым. Ал әріптесім, сенің де қалағаның сол емес пе еді? Өзің осылай болсын деп кетіп қалдың емес пе деп даңғырлап әңгімесін айтып отыр. Айтуға оңай ғой, менің іштей қалай қиналатынымды жан адам білмейді ғой. Тағдырым солай болды. Қайтемін енді. Жақсы көрген адамымның бағын қалай байламақпын. Мен болмасам да сол бақытты болсын, сәби сүйсін, өсіп өнсін. Жаным менің, сүйгенім, аман жүрсін. Сонымен әріптесімен жылы қоштастым. Мені көргеніңді айтпай қойшы деп уәдесін алдым. Енді менің жаным мен үшін жоқ енді. Бағанда өмірімді реттеп,
тіршілігімді жалғастыру керек. Ата-анам, бауырым үшін өмір сүруім керек. Бұл әңгімені үйге келген соң анама айтып бердім. Анам бір күрсінді де қойды. Екеуміз сөйлесіп отырған інім кіріп келіп, неге мұңайып отырсыздар деп сұрап еді. Мен естігенімді айтып бердім. Ол таң қалды. Сонда сенің кеткеніңді күтіп жүр екен ғой бәрі. Орның суымай-ақ жатып үйленіп алыпты. Сүйем күйем дегені қайсы деп ашуланып кетіп еді. Анам оған басу айтып, қойшы болды. Ашуланбашы қайтесің, бұл әпкеңнің шешімі ғой. Оны құрметтеуің керек деп, оны сабасына түсуге шақырды. Інім ашуы басылып менен кешірім сұрады. Әпке, сен де бақытты болуға лайықсың ғой. Үмітіңді, күдеріңді үзбе деп, көңілімді аулап жатыр. Бұл әңгімені әкем де бәрі де естіді. Мейлі, бақытты болсын деп, шын көңілімізден бұрынғы күйеуіме бақыт тілеп қала бердік. Уақыт деген жүйрік қой шіркін. Көп ұзамай келініміз босанды. Екінші рет ол тапты. Бәріміз қуанып жүрміз. Анам екеуміз дастархан жайдық. Інімнің жұмыстағы коллективі құдықтап келмекші еді. Ал інім түстен кейін перзентханаға барып, келіншегімен баласын әндетіп күйлетіп, үйге шығарып алып келді. Олар келген соң келінімнің қолындағы сәбиді алдым. Қандай кішкентай, қуыршақтай қызылшақа нәресте. Иісі қандай. Үйдің ішінде жаңа туған нәрестенің жұпар иісі аңқып кеткендей. Не деген керемет. Сол күні мен ерекше толқыдым. Інімнің баласын құшырлана иіскеп, қолынан тастағым келмей жүрдім. Кеште болды. Інімнің әріптестері келді. Інім жеке фирмада жұмыс жасайтын. Көп қабатты үйлердің подъезіне есік, домофон, видеокамера орнататын. Сонда істейтін шағын коллектив екен. Бастығы да келіпті. Ұзын бойлы, ірі денелі, жасы шамамен 40-тан асқан салмақты жігіт ағасы екен. Бәрі дастархан басына жайғасты. Анам екеуміз жүгіріп қызмет көрсетіп жүрміз. Бір кезде әлгі бастығы, апа, сіздер де отырсаңыздаршы деп бізді отырғызып тілегін айтты. Мынау менің көрімдігім болсын деп 10 мыңдық бір қағазды анама ұстатты. Үлкен бір пакетті балаға киім екен келінге деді. Сосын кішірек бір пакетті мынау Бауыржанның әпкесіне деп маған ұстатты. Мен таң қалдым. Әкеме де сыйлық берді. Тойға киіңіз деп брендовый жейде ұсынды. Мен болсам ініме қарап, бастығын қандай елгезек адам, бәрімізге сыйлық әкелді деп риза болып қалдым. Маған керемет бір ес су сыйлапты. Сөйтсем, інімнің бастығы біздің отбасымызды жақсы біледі екен. Мен тұрмыста болғанда туған күн кештеріне келіп тұрады екен. Інімен жақсы қарым-қатынаста, тек әріптес ретінде ғана емес, дос адамдарды сыйласады, сырласады екен. Мен жайлы да естіп білетін сияқты. Қонақтар жақсы отырып ақ тілектерін айтып, қош айтысып, үйді үйлеріне қайтты. Тек інімнің бастығы ғана қалып қойды. Мен ас бөлмеде ыдыс-аяқты жинастырып жүрген болатынмын. Анам әкем жаңағы інімнің бастығымен қонақ бөлмеде ыстық шай алғызып ішіп отырған. Ал інімнің келіншегінің жанына барып, үлкенін ұйықтатып шығамын деп кіріп кеткен болатын. Бір кезде мені анам шақырды. Қолымды сүртіп, жандарына барып едім. Әкем отыр деп меңзеді. Орындыққа отырып едім. Әкем сөз бастады. Қызым, сен жас емессің. Мына Болат ағаң да жас емес, жігіт ағасы. Осыдан біраз жыл бұрын әйелі науқастанып қайтыс болған. 2 қызы қалған артында. Үлкенін анасынсыз жалғыз өзі ұзатып, құтты орнына қондырды. Кенже қызы қолында мектепті бітірейін деп отыр. Сені қайтып келгелі 2-3 рет көрген сыртыңнан. Айтуға бата алмай жүр екен. Баукошқа айтқан екен шет жағасын. Оны ата-ана мен әпкемен сөйлесіңіз деген екен. Бүгін орайы келіп, осыған саған сөз салып отыр. Өткен өмірің жайлы біледі. Екеуіңде жас емессіңдер. Жалғыздық тек Құдайға ғана жарасады. 2 жарты бір бүтін болсақ, қызыңызды ренжітпеймін деп отыр дегенде, мен не дерімді білмей, бетім ду етіп қызарып, төбемнен жай түскенде күйде, орнымнан қозғала алмай отырып қалдым. Мен мұндай ұсынысқа біраз ойланайын деп жауап бердім. Шынымды айтсам, 2-ші рет тұрмыс құру жайлы ойламаппын. Сондай-ақ маған тұрмыс құру жайлы ешкім ұсыныс жасамайтын шығар деп ойлайтынмын. Өскемен қала болғанымен көпшілігі бір-бірін таниды.
Менің бала көтере алмай қайтып келгенімді айналадағылардың барлығы білетін еді. Кейде маған аянышты көздерімен қарайтындай көрінетін. Сонымен не керек ата-анам ойланайын дегенімде маған жалт қарады. Болат аға, жарайды. Ойланып көріңіз, мен асықтырмаймын. Өзіңізден хабар күтемін деп, орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Інім сыртқа шығып шығарып салды. Ол кеткен соң ата-анам маған біраз ақылдарын айтты. Жақсы жігіт. Біраздан бері білеміз дейді. Оқыған, пысық, өз кәсібі бар, жағдайы жақсы. Саған арқа сүйер ер азамат бола алады. Біз мәңгілік тұрмаймыз ғой. Біз кеткен соң келіннің қабағына қарап қаласың. Дәл қазіргі жағдайыңды осы Болаттан артық өмірлік жолдасы бола алатын адамды таппайсың. Ол саған бала тумадың деп айтпайды. 2 қызы бар, бұйырса немерелер де болар. Ойланатын ештеме жоқ деп нықтап отырып айтты. Сол күні түнімен көп ойландым. Қарап тұрсам, әке шешемдікі дұрыс сияқты. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан дегендей ертесінде ініме сөйлестім. Бастығы жайлы сұрадым. Ол да жақсы кісі, саған жайлы болады дейді. Әйелі бұрыннан жүрек талмасы бар екен, тіркеуде тұрған екен. 2 қызын босанған соң жағдайы нашарлай беріпті. Содан небәрі 37 жасында тура мөлшер жаста жүрек талмасы ұстап қайтыс болып кетіпті. Үлкен қызы ол кезде бой жетіп қалған. Кішісі небәрі 12 жаста екен. Содан бері Болат аға қыздарын өзі қарап өсіріп, үлкенін жақында тұрмысқа беріпті. Кішісі мектеп бітіргелі отыр. Сосын ол да оқуға кетеді. Аға екеуің ғана тұрасыңдар. Қыздармен еш қиындық бола қоймас деді. Орталықта 3 бөлмелі пәтерде тұрады екен. Әйелі қайтқалы қыздарым өссін, өгей шешеге күндерін қаратпаймын деп үйленбепті. Сонымен не керек 3 күн ойланып келісімімді бердім. Шағын ғана жиын жасап екеуміз некелестік. Болат аға енді менің жұбайым болды. Мені аға демеші енді деп. Арамыз әжептеуір жас болғандықтан бастапқыда үйлене алмай жүрдім. Ол өте сабырлы, салмақты кісі еді. Қыздары да мінездері тұйықтау, көп сөйлей бермейді екен. Алғашқы күннен ақ мені жақсы қарсы алды. Туыстар да көп емес екен. Құдалары, күйеу баласы барлығын үйге шақырып қонақ етіп, жақыннан танысып шықтық. Үшеуміз тұрып жаттық. Кіші қыз мектеп бітіріп Алматыға жоғары оқу орнына түсті. Көзде әкесі барып жатақханаға орналастырып келді. Үйде екеуміз ғана қалдық. Күндіз жұмыста, кешке үйде. Өмірім осылайша бір қалыпты сарынға түсті. Інім айтқандай бұл кісі мінезі жайлы болды. Өткен өмірімді ұмыта бастадым. Арасында үлкен қыз бен күйеу бала келіп, көңілімізді аулап, әңгіме дүкен құрып кетеді. Қыс өтіп, көктем келді. Артынан жаз келді. Бірінші курсты аяқтап, кіші қыз келді демалысқа. Біраз толысып өзгеріпті. Көп сөйлей бермейтін қызымыз ашылып кәдімгідей есейіп қалыпты. Дегенмен ата-анадан жырақта болған соң студенттік өмір бар адам есейеді. Ақыл тоқтата бастайды. Сонымен жазда өте шықты. Қызымыз Алматыға қайтты. Тағы да екеуміз ақ қалдық. Бір күні үлкен қыз босанды. Қыз немерелі болдық деп құдалар сүйінші сүйіп сұрап хабарласты. Бәкең қатты қуанды. Немерелі болдым деп. Құтты болсын айтып барып келдік. Мен ата-ана алмасам да апа атандым. Бойымды керемет бір сезім биледі. Бәрі маған апас деп сый құрмет білдірді. Осылайша жаңа жылда келді. Демалысқа кіші қыз келді. Жаздағыдан да толысып кеткен сияқты. Бірақ өңі солғын, көңіл күйі жоқ. Жиенін көруге де бармады. Бір түрлі мазам жоқ деп жата береді. Әкесі екеуміз уайымдап қалдық. Дәрігерге апарайық десем керек жоқ дейді. Бір күні үйге анам келді. Немереңе жылы кеудеше тоқып едім. Жаңа жылға сыйлығым болсын. Үлкен қызға берерсің деп. Апа болып жатырсың, өзімнен деп айта сал деп қояды. Жақсы деп екеуміз шай қойып шай іштік. Кіші қызды да шақырдым. Ол бөлмесінен шығып, анаммен амандастып, өздеріңіз іше беріңіздер. Менің мазам болмай тұр деп жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Анам маған бір, оған бір қарады да, толып кеткен бе деді. Немене, ауырып қалған ба? Қай жері ауырады дейді. Мен білмеймін. Асқа тәбеті жоқ, бас ауырып көп жатады. Жүрегі айни береді. Дәрігерге апарайық десек көнбейді дедім. Анам бір түрлі ойланып қалды.
Мына қызды тез арада дәрігерге көрсет деді. Мен неге деп шошып кеттім. Күйеуіңе айтты апарып көрсет деп. Анам кетіп қалды. Кешке бәкеңмен сөйлестім. Ертесінде таңертең әкесі қызын оятып, бұлай болмайды, дәрігерге барамыз деді. Қызы қарсылық көрсеткеніне қарамай ауруханаға бардық. Анализ тапсырды. Нәтижесі шыққан соң дәрігер бізді шақырып, қорқатын ештеме жоқ, қыздарыңыздың аяғы ауыр деді. ОЗИге жолдама беріп тіркеуге тұрсын деді. Аузымыз ашылып қалды. Күйеуімнің түрі түтігіп кетті. Мұндай ашуланған түрін алғаш рет көрдім. Дәлізге атып шықты. Қызы әкесінен осыны көткендей үрпиіп қорқып жылап тұр екен. Бәкең жүр былай деп аяғына тегізбей сүйреп сыртқа қарай бір-ақ шықтық. Көлікке отырыңдар деп отырғызып алды да үйге қарай қыздай ұшты. Лезде үйге жеттік. Кіре сала, кім ол? Бұл қашан болды деп қызын сұрақтың астына алды. Ұрысып, байқұстың жебіріне жетті. Мен тынышталдырмақ болып басу айттым. Қойшы енді, аяғы ауыр қой деп едім, сылқ етіп отыра кетті. Мен кінәлімін, дұрыс тәрбие бере алмадым деп өзін кінәлады. Қызымыз Алматыда бір жігітпен танысып, бір-бірін сүйіп қалыпты. Кездесіп жүріпті, жігіт үйленемін деп уәде беріпті. Содан аяғы ауыр болып қалған айтқан соң, жігіт ізім қайым жоқ болып кетіпті. Жігіті қайтып келер деп үміттеніп күтіп жүріпті, іздепті таппапты. Содан жасанды түсік жасатпақшы болыпты. Бірақ мерзім үлкен деп ешқандай дәрігер келіспей қойыпты. Сонымен демалыс болған соң жатақханадағы құрбылары кетіп қалған. Әкесі неге келмей жатырсың? Демалысқа қайт деген соң амал жоқ келіпті. Бізге қалай айтарын білмей басы қатып жүрген екен. Менің ешқандай тәжірибем жоқ болғандықтан оның аяғы ауыр екенін, токсикоз болып жүргенін де аңғармаппын. Анам бірдемені сезгенде дәрігерге барыңдар дегені сол екен. Я Аллам, мен қанша жыл сенен бала күсірадым, қанша қиналдым, үміттендім, күттім. Сұрағанға бермей сұрамаған, күтпеген керек қылмағанға қалай бере салдың екен. Енді бұл қыздың тағдыры не болмақ? Сәбише, оның не жазығы бар еді? Көңілім құлазды. Күйеуім де көңілсіз жатып қалды. Қыз да өз бөлмесінен шықпай жатып қалды. Сонымен ертесінде күйеуіммен ақылдастық. Ол жігітті іздеп таппасымыз анық. Ұрысқаннан не пайда? Болар іс болды. Ауруханаға қайта бардық. Қызды УЗИге түсірдік. 18 апта болып қалыпты. Жынысы ол дейді. Жүрек қағысын естігенде қатты толқыдым. Бір уыс болып жүрегі қалай дүрсілдейді. Өзімнің аяғым ауыр секілді қуанып жүрмін. Шыққан соң күйеуіме айттым. Ол бала болады екен деп. Оның жүзінен де бір қуанып қалғандайын байқағандай болдым. Күйеуім аяқ астынан Алматыға көшеміз деді. Өзі біраздан бері Алматыдан фирмасының бір филиалын ашқысы келіп жүр екен. Сөйлесіп жүрген адамдар да бар екен. Оның үстіне мына қыз сонда босанады деді. Мұнда ел не дейді? Қайбетмен жүремін енді деп қамықты. Жүрегім ажат олады. Ол жаққа қалай барам? Ойым сан саққа жүгірді. Бұрынғы қайын жұртым, күйеуім бір жерде болмасын, бір жерде олармен кездесіп қалсам қайтемін. Бармайық дейін десем амал жоқ. Сонымен үйді сатуға қойдық. Қаладан жырақ жер телімі бар еді, оны да сатуға қойдық. Артық дүниенің барлығын сататынын сатып, беретінін беріп, аяқ астынан Алматыға көштік те кеттік. Студенттік кезім өткен Алматыға қайта оралдым. Алматыдан Есенсай өзеніне жақын жерден пәтер алдық. Күйеуім осындағы тамыр-таныстарының көмегімен фирмасының филиалын ашты. Өскемендегі офиста бас-көз болып інім қалды. Алматыны жақсы білемін. Жайғасып алған соң қызымды аяғы ауыр болғаннан бері оны осылай атайтын болдым. Тіркеуге қойдым. Универден денсаулығына байланысты деп академиялық демалыс алдық. 1 жылға. Өзім колледжге жұмысқа тұрдым. Осылайша жүріп жаттық. Ай сайын қызымды емханаға апарамын. Анализі бар. Дәрігерге қабылдауы бар. Бәрін өзім қолға алып қадағалап жүрдім. Жазға таман қызымыз айы күні жетіп, шекесі торсықтай ұл босанды. Әкесі өздегіне жаздырды. Радомнан шығарып алдық. Үйге келген соң қызым емізбеймін, арнайы тамақ беріңіз деді.
Емізбегені қалай, балаға ана сүті керек дедім. Ол үндемей, терезеге қараған күйі жылап отырып, мен оны қарағым келмейді деді. Мен жаспын, оқымды жалғастырғым келеді. Өмір бойы әкеме алақан жайып, жалғызбасты ананың күйін кешкім келмейді. Амалым жоқтан, әкемнен қорыққаннан тудым дейді. Оған қосылып мен де көз жасыма ерік бердім. Жаным, мен осы ана болу бақытына жете алмай, қаншама тауқым етті. Қайғы мұңды басымнан өткіздім емес пе? Ала берген бақытты неге итересің деп, қызыма ренжідім. Тағдыр деген осы. Пешенеге не жазылса соны көресің. Одан қашып, құтыла алмайсың деп оны ақылға шақырдым. Қызым болса, олай болса оны сіз бағып алыңыз, арманыңыз орындалсын. Сіз менен гөрі жақсы ана боласыз. Мен оған қарай алмаймын, баға да алмаймын. Мен оны жек көремін деп айғайлап жіберді. Көрші бөлмеде отырған әкесі жүгіріп келді. Не болды? Неге айқайлайсың? Баланы шоштасың деп қызына ұрсып берді. Мен мән-жайды түсіндірдім. Қызым маған айтқан әкесіне бетіне тура қарап тағы айтты. Әкесі, есіңді жи. Жасаған қателігіңді мойныңмен көтересің деп ашуланып шығып кетті. Мен босанғаннан кейін әйелдерде күйзеліс болады дегенді білуші едім. Есін жияр, сабасына түсер деп, үндемей баласымен оңаша қалдырып шығып кеттім. Аналық сезім оянар деп үміттеніп жүрдік. Алайда өкінішке орай олай болмады. Сосын балаға арнайы каша бере бастадым. Немереміздің кіндігі түскен соң, анаммен хабарласып, ақыл кеңес алып, нәрестені тұзды суға салып, жақсылап шомылдырдым. Қызым сол күйі баласына деген аналық мейірімі оянбай, баласына қарамай қойды. Сонымен не керек, жұмыстан шықтым. Бала күтімін толық мойныма алдым. Бар мейіріммен, ынта ықыласымен баланы бауырыма бастым. Түндете жаныма алып жататын болдым. Кішкентайдың жұпар иісін құшарлана иіскеп, мейірлене мауқымды басатынмын. Аяқ қолы кіп-кішкентай, тәп-тәт деді өзі. Қызыма таң қалатынмын. Аналық махаббат деген қайда? Сәбидің не жазығы бар еді деймін. Ата-анасының қателігі үшін бала жауап бермейді ғой. Үйдегі жағдайдың барлығын күйеуім көріп біліп жүрді. Алайда үндемейтін, не болса да бары ішінде еді. Осылай жүріп қырқымыздан да шықтық. Бөкең екеуміз кішкентайымызды шомылдырып шашын, тырнағын алдық. Ол ет алып, адамға ұқсай бастады. Бір күні күйеуім қызын отырғызып қойып, салмақты түрде сөйлесті. Қызым, сен осылай жүре бересің бе? Өз балаңа неге қарамайсың? Оған қашанғы тәтен қарайды. Оның анасы ол емес сенсің ғой. Үндемей ішімдегіні тап дегенде терезеге қарап отырасың да қоясың. Жалпы не ойлап жүрсің өзі деді. Қызым үндемей біраз отырды да, папа, мен оны қарай алмаймын, баға да алмаймын, тәрбиелей де алмаймын. Мен ана болуға дайын емес едім, амал жоқ тудым. Мен оқуымды жалғастырғым келеді, карьера қуғым келеді. Осы баланы тәтем екеуіңіз бағып алыңыздаршы. Сіздердің балаларыңыз болсын, менікі деп ешқашан айтпаймын. Сіздерді әке шешем деп білсін, толыққанды отбасы болсын. Мені қинамаш деп жылап жіберді. Күйеуім екеуміз бір-бірімізге қарап, не дерімізді білмей қалдық. Бір кезде әкесі бәсең дауыспен қызына қарап, кейін өкініп қалмайсың ба деп еді. Қызы, жоқ, ешқашан өкінбеймін. Мен о бастан-ақ осының барлығын ойлап жүргенмін. Бұл баланы да амалымның жоқтығынан дүниеге әкелдім. Мен оңбай қателестім әке. Мені кешіріңіздер деп, бетін басып жылап бөлмесіне кіріп кетті. Сонымен бұл тақырып бір жылы жабылды. Баланы толыққанды мен қарайтын болып, бар жауапкершілікті өз мойныма алдым. Бұл енді менің балам, өзім бағып, өзім өсіремін дедім. Қызымыздың оқуын Астанаға ауыстырды. Қызымен бірге барып, нағашыларына табыстап орналастырып келді. Осылайша мен 34 жасымда аяқ астынан апада, анада атандым. Кетерінде қызым шіркін баласына қарамады да, бетінен сүймеді де. Бейне бір қоршағын маған ойнауға бере салғандай тастап кете берді. Оған не дейін, қош айтысып қала бердік. Дегенмен мен бақыт дедім. Күйеуім екеуміз күнде кешке Есенсай өзенінің бойына баламызды арбаға салып алып серуендейміз. Үйге келіп, кешкі ас ішеміз. Кішкентайды шомылдырып ұйықтатамыз.
Сосын екеуміз шай ішіп әңгімелесіп отырамыз. Уақыт өте бір-бірімізге бауыр басып, үйренісіп кеттік. Тіпті мен оны жақсы көріп кеттім. Ол да мені аппағым, сұлуым деп еркелететін болды. Аллаға осы бөкеңді жолықтырғанына шексіз риза едім. Әрбір істің де қайыры болады демекші. Менің сонша қиналғаным, бірінші некемнің сәтсіз аяқталғаны. Бала сүю арманым осының бәрінің қайырлысы осы бөкең болды. Өзімді өмірге қайта келгендей сезіне бастадым. Алматыға ерте келген көктемнің табиғаты секілді менің де бар болмысым, бүткіл организмім. Жан-тәнім барлығы бүршік атып, тамырын жайып, оянғандай күй кештім. Күн санап кішкентайымызда өсіп келе жатты. Бетімізге қарап күлетін болды. Беті томпиып, қасы қалыңдап, бөкеңе ұқсап, бара жатқандай еді. Ол да ұлына қарап дән риза. Аллаға шүкір, қыздарым бар ғой. Бірақ жүрек түкпірінде ұлым болса деп армандайтынмын дейді. Міне енді ұлымда бар шүкір дейді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін 3 айдан соң кішкентайымыз жасына толады. Соған орай ата-анамды, інімді, келініммен үлкен қызды шақырып атап өтсек ниет еттік. Үйге бір жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Барлық жерді жиып-теріп, ақтап сырлап дегендей. Көктем әсер етті ме, мен тез шаршап қала беретін болдым. Мазам қаша берді. Басым ауырып ұйқы қыса берді. Мұнымды бөкеңде байқап жүр екен. Сенің соңғы кездері мазаң болмай жүр ғой. Дәрігерге қаралсаң қайтеді деді. Мен көктем әсер етіп жатқан болар. Осындай уақытта авитаминоз деген болады ғой. Сондай шығар деп қоя салдым. Сөйтсем бөкең кішкентайдың қасына жатып аздап демалып алсаңшы. Түскі асқа сырттан дайын тамақ ала келемін деді. Мен басын десеп баламның қасына жантая кеттім. Біраздан бері осындай күйдемін. Өткен айдан бастап етекірімде келмей қалды. Осы менде бала тумағаннан климакс басталып кеткен жоқ бекен деп ойланып кеттім. Ұйқым қашып кетті. Телефонды алып, емханаға елде дәрігердің ертесі күнге дәрігерге жазылдым. Бөкең келген соң ақылдасып, ертесіне емханаға бардық. Бірінші анализ тапсырып, нәтижесі шыққан соң дәрігерге кірдім. Жағдайымды түсіндірдім. Дәрігер менің анализдерімді қарап шықты. Сөйтіп, маған қарап жымиды да. Жауап жассыз, сізде қайдағы климакс? Аяғыңыз ауыр деді. Мұны естігенде мен өз құлағыма өзім сенбей. Не дедіңіз? Деп таң қалып қайта сұрадым. Сөйтсем дәрігер, сіздің аяғыңыз ауыр. Төменгі қабаттағы ОЗиге түсіп, тіркеуге тұрыңыз дейді. Мен болсам сол отырған жерімде орнымнан тұра алмай қалдым. Бұл мүмкін емес. Маған бедеусің деген диагноз қойылған десе, дәрігер ОЗиге түсіп келіңізші деді. Жүрегім лөпілдеп астыңғы қабатқа түстім. ОЗидің кабинетіне бардым. Дәрігердің жолдамасын бердім. Дәрігер ішіме гел жағып қарап жатыр. Тынысым тоқтап қалғандай. Қасындағы көмекшісіне бірдемелерді жаздырып, заключение 9-10 неделя беремін істе деді. Өз құлағыма өзім сенбей секілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, ОЗи дәрігері таңдана маған қарап, сізге не болды, дейді. Медбике екеуі шошып кетіп. Мен болсам, қуаныштың көз жасы ғой деп, егіле жылап, қолыма ОЗи нәтижесінің қағазын алып, жылап отырып, бірнеше рет қарап шықтым. Жүрегімнің астында сәбиімді көтеріп жүргеніме көзім жетіп тұрса да, қайтадан жоғары көтеріліп дәрігерге кірдім. ОЗидің қорытындысын бердім. Ол қарады да, айттым ғой, сізге аяғыңыз ауыр. 9 апта болып қалған, қатты болсын. Бедеу деген диагнозыңыз бір қателік шығар деді. Бұны естіп көз жасымды тия алар емеспін. Дәрігер менің бұл күйіме қарап, су беріп, ақыл кеңесін айтып жатыр. Уайымдамаңыз, баланың дамуы барлығы қалыпты, дамып келе жатыр. Енді кешіктірмей тіркеуге тұрыңыз, деп шығарып салды. Емханадан шықсам, бөкең аулада баланы арбаға салып тербетіп отыр екен. Мені көріп, орнан тұрды. Бала ұйықтап қалды. Бәрі жақсы ма? Дәрігер не дейді? Сен жылағансың ба? Тыныштық па, не болды деп? Сұрақтың астына алып жатыр. Мен бөкеңді құшақтай алдым. Ол да мені құшақтап, шашымнан сипап жатыр. Қолына ОЗидің нәтижесінің қағазын бердім. Бөкең ОЗидің нәтижесін қайта қарады.
Ол да мен секілді таңданып, сене алмай тұрған секілді. Бір кезде мені құшақтап, әппағым, сұлуым. Алла тағалама мыңда бір шүкір. Құдай қаласа, сен де енді толыққанды ана бақытына ие боласың. Барлығы да жақсы болады, еш уайымдама деп, ол да көңілі босап кетті. Жанарына жас үйіріліп, қуаныштан мені құшақтап, бетімнен қайта-қайта сүйіп жатыр. Сол кездегі күйемді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Бөкең ата-анаңа хабарласып сүйінші сұрайықты деп еді. Мен қазірше ешкімге айтпай тұра тұрайықшы. Бұйыртса, жақында өздері де келеді ғой. Сол кезде айтармыз дедім. Осы сәтті қанша жыл күттім емес пе? Осы күйімнен рахаттанып, ләззат алайыншы дедім. Қатты қуануға да қорықтым. Сонымен тіркеуге тұрдым. Анализдерімді тапсырып, ай сайын қабылдауға барам. Токсикозым да жеңіл болды. Бөкең, жегім келген қалағанымның барлығын әкеліп қоятын. Осылай жүргенде жазда келді. Кішкентай ұлымыздың туған күніне әкесі бір қой сойып дайындалдық. Өскеменнен ата-анам, інім отбасымен, үлкен қызымыз отбасымен келді. Менің кәдімгідей томпиып, ішім шығып қалған еді. Ең алғаш үйге кіре салып мені көргендегі ата-ана мен інімнің түрін көрсеңіздер ғой. Қуанғандарынан көздеріне жас алды. Қызым-ау, бұл күнге де жеттік-ау. Аман есен босанып ал. Неге бірден айтпадыңдар деп ренжіп те алды. Алланың маған деген көзі түзу екен. Кеште болса бірден апада, анада танып, балада көтердім. Сөйтіп, ұлымыздың туған күнін тойладық. Әкем ырымдап тұсауын кесті. Арқа-жарқа болып шеркелесіп, 4 күн жатты туыстарым. Бөкең оларға Алматыны әбден қыдыртты. 3-ші күні ата-анам Алматының барахолкасына барып қайтайық. Алатын заттарымыз бар деп сонда кетті. Інім күйеуімен соның жұмысына кетті. Біз келінім, үлкен қыз күйеу баламен мега ойын-сауық орталығына барып, балаларды қыдыртып, пицца жеп келуге шықтық. Келінім үлкен қыз бен күйеу балаларын аттракциондарға біраз ойнатып келеміз деп, сол жаққа кетті. Мен бала ұйықтап қалған соң, сол мега орталықтың ішіндегі пиццерияда оларды күтетін болып сонда кеттім. Сенбі болғандықтан кісі көп екен. Бір бос стол тауып, сол жерге жайғасып отырдым. Сосын ішіп, баламды тербетіп, телефон шығып отырғанмын. Бір кезде мына жер бос па деген таныс дауыстан селк ете қалдым. Жалт қарасам, бұрынғы күйеуім тұр. Қасында шамасы 3-4 жасар кішкентай қара қыз бар. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ол да маған қарап, бір орында селтиіп тұрып қалды. Көзі төмен түсіп ішіме қарады. Жанымдағы коляскада ұйықтап жатқан балама қарады да: «Мадина, бұл сенбісің?» деді. Мен қапелімде сасып қалдым. Телефоным қолымнан тарс етіп жерге түсіп кетті. Тез еңкейіп ала қояйын дегенімде, бұрынғы күйеуімде еңкейіп телефонымды алып бермекші болғанда, екеуміздің қолдарымыз бір-бірімізге тиіп кетті. Денемді ток ұрғандай дір ете қалдым. Сөйтіп едім ол: «Саған еңкеуге болмайды ғой, ала қой телефоныңды». Ешқандай зақым келмепті деп, телефонымды қолыма ұстатты. Мен «Рахмет, Сакош» деп, баяғыда еркелетіп айтатындай айтыппын. Солай аузына шығып кетті. Мұныма өзім қатты қысылып қалдым. Сөйтіп едім ол маған баяғыдай махаббатқа толы жанарымен қарап қалды. Аздап жүзі қызарып, толқып кетті ме, даусында аздап діріл бар. «Осында отырсақ қарсы емессің бе? Жаныңда ешкім жоқ секілді ғой» деп жан-жағына бір қарады да, мен рұқсат беріп үлгермей, жанындағы қызын көтеріп орындыққа отырғызып, алдына пиццасы мен сосын қойып: «Жей ғой қызым» деді де, маған қарап: «Қалың қалай?» деп сұрады. Мен даусым дірілдеп: «Шүкір, жақсымын» дедім. Бір қалада болсақ та, онымен кездеспейтін шығармын деп ойлайтынмын. Бірақ біздің ойлағанымыз бола бермейді екен. Бұл кездейсоқтық па, әлде тағдыр ма, білмедім. Бір кезде мына менің қызым, демалыс күндері қызым екеуміз осында жиі келеміз. «Сен мүлде өзгермепсің, керісінше сұлуланып кетіпсің» деп менен көзін алмай қарап отыр. Мен оның бетіне тіке қарай алар емеспін. Қысылып отырмын. Біраздан кейін ғана өз-өзіме келе бастадым. Хал-жағдай сұрасып, отбасымыз жайлы әңгімелестік. Осы кезде Сакошпен ескі бір таныстардай күйде болдым. Ол мен үшін қуанып отыр. Мен де ол үшін қуаныш дедім. Бір кезде: «Неге мені тастап кеттің?
Үйленгеніммен сені ұмытқан емеспін. Суретіңе қарап, жиі еске аламын. Атыңнан іздеп баруға қаншама рет оқталдым. Бірақ мені тастап кетіп қалғаның есіме түсіп, ашуға бой алдырып, ойымнан айнып қалатынмын. Оның үстіне әкем мен ағам есімді жиғызбастан үйлендіріп жіберді. Бір жағы саған ашуланып, ерегісіп, үйленіп те кеттім. Тағдыр өз дегенін істеді. Сені енді көрмейтін шығармын деп ойлап едім дейді. Мен болсам, оны енді қозғамайықшы. Енді оның барлығы өткен өміріміздің еңсесінде қалды ғой. Қазір еш маңызы жоқ. Сенің бақытың үшін кеттім. Қазір міне, сен де отбасылы балалы шағалысың. Менің де күйеуім, балам бар. Бұйырса екіншімді босанамын. Өткенді ұмытып, болашақпен өмір сүрейік. Осылай болды, қайтеміз енді. Аман болайық деп, сөзімді аяқтадым. Олды әрине, сен бақытты болсаң болды ғой деп, төмен қарап бір күрсініп алды. Сөйтіп отырып, біраз әңгімелестік. Бір кезде есік жақтан менікілер көрінді. Жан жақтарына қарап, мені іздеп жатыр екен. Сакошқа, мен мұнда достармен бірге келіп едім. Олар балалар бөліміне кеткен болатын. Біраз отырып қалыппыз ғой. Олар да әне келе жатыр. Аман сау болып тұр. Енді тұрасың ба дегенде ишара білдірдім. Ол да достарым жаққа қарады да, жақсы онда, саған бақыт тілеймін, сәттілік тілеймін, қош бол деп, қызын ертіп тұрып кетті. Артынан қарап отырып көз жанарымен шығарып салдым. Сыртқа шыққан соң, әйнекті қабырғадан қызын ойнатып, біраз бізге қарап тұрды да, қызын ертіп кетіп қалды. Сол бұрынғыдай тек кішкене толысыпты. Оны көріп, іште біртүрлі көңілім құлазып кетті. Мен кеткеннен кейін күйеуім үйленіп, осы қызы екіге толған соң енем давлениеден қайтыс болыпты. Жаны жәннатта болғай. Туған анандай болған жақсы кісі еді. Мұны естіп, біраз көңілім төзіп қалды. Жердомалақ деген осы екен ау. Күйеуім Алматыға көшеміз дегенде, бірінші осы бұрынғы қайын жұртым мен күйеуімді көрмесем екен деп ойлап едім. Тағдыр екен, міне арада қаншама жыл салып оны да көрдім. Енді екеуміз екі бөлек адам едік. Ол кездердің барлығы артта қалды. Бұрынғы сүйген жарымның ендігі өз отбасы, балалары бар. Менің де өз отбасым бар. Сөйтіп достармен пицца жеп, біраз отырып үйге қайттық. Ертесінде барлығы жолға жиналып, бұйыртса босанғаныңда келеміз деп қош айтысып, Өскеменге қайтты. Межелі уақытым жеткенде көз айында мен де босандым. Мені Старая Первородка деп, оның үстіне баламның кіндігі оралып, кесір тілігімен босандырып алды. Сөйтіп, және алды болдық. Қуанышымызда шек жоқ еді. Әсіресе мен ана атанғандағы сезімдерімді сөзбен айтып жеткізе алмас едім. Атанам бір қойын сойып, артынып-тартынып Алматыға келді. Әнім, қызымыз барлығы келіп, 5 күннен соң перзентханадан шығарып алды. Алланың құдіреті шексіз екен, оған көзім жетті. Мен бақыттымын. Ана болу бақытын сезіну деген қандай ғанибет десеңші. Менің сол кездегі кетуімнің басты себебі қайнатамның сөзі еді. Сол кісіге деген өкпе ренішімді босатып, ұмытып кешіргім келді. Ішімдегі ешкімге айталмаған сырларымды шығарғым келді. Атамаған дауыс көтеріп сөйлеп, ұрсысып ренжіткен емес. Тек сол кезде маған бір мүмкіндік бермеді. Баласырап алуға рұқсатын бергенде, осыншама уақыт жоғалтпайтын бедім. Некем бұзылмайтын беді. Сүйіп қосылған адамымен ажыраспай, балалы болар медік деген бір өкініш, бір үміт жүрегімнің түкпірінде қалып қойды. Кейінгісі күйеуім үйленді. Әйелі аяғы ауыр дегенді естігенде қатты қиналдым. Күйеуімді іштей қызғандым. Енді ол басқамен бірге жатып тұрады. Соны жаным дейді. Мені ұмытты деген ойлар жанымды қинайтын. Кетпеуім керек педі деген өкініште болды. Кейде оның ыстық құшағын қатты аңсайтынмын. Мұны жат адамға айтқан емеспін. Мүмкін әпкем болмаса, жеңгем болса айтар едім. Анама қалай айтамын. Ажасы өз шешімім болса да, атам кінәлі сияқты еді. Сол кездерде өз-өзіме қол жұмсағым да келді. Тек анам мен әкемді ойлап есімді жидым. Анам бұған төзе алмайтын еді. Енем бір молдаға оқытып жүргенде сол кісі, балам, Алладан сұра, үмітіңді үзбе деп, дұғалар жиынтығы деген кішкентай кітапша берген еді. Осы дұғаларды оқып, Алладан тілей бер деп еді.
Ол кесе атамның сөзінен кейін үмітім өшіп, селсоқ жүре бердім ғой. Біз енді орысша оқыған адамбыз, оның үстіне өскемен жақ кішкене орысша ғой. Шынымды айтсам, Аллаға сенуді, сүредуға дегенді біле бермейтінбіз. Тек ас, Құдай тамақ бергенде ғана Құран оқылатын үйімізде. Кейіннен осы дұғаларды оқи бастадым. Қиналғанда Аллаға сеніп, бағым ашылып, ана бақытына бөленуді сұрай бастадым. Еркек болса да, менен кіші болса да, інім көп қолда көрсетті. Кейін Бөкеңнен естідім. Інім мені қатты уайымдаған екен сол кезде. Мен оған үнемі мақтап, Бөкеңнің сөз салуына да ықпалын тигізген көрінеді. Бөкең де бір көргеннен мені ұнатыпты. Бойың ұзын, аққұба, өте сұлу едің. Саған бірден көзім түсті дейді. Аллаға шүкір, дәл қазір екі ұлым жанымда, сенімді ер азаматым бар. Ана атануыма алдымен Алла, одан кейін осы Бөкеңнің немересінің арқасы емес пе? Енем айтқандай, баланы бала шақырады деп, осы балаға берімім түсіп, емшегім езіліп, 62 тамырым еріліп, аяғым ауырлап, бүгінде ана атанып отырмын. Бұрынғы күйеуімді ұмыту мен үшін оңай болмады. Мен оны қатты жақсы көретін едім. Жас айырмашылығымызда алшақ емес. Ортақ қызығушылықтарымыз бен дүниелеріміз көп еді. Ал Бөкең сенімді қамқоршымдай. Арамыз 10 жас. Алла сақтасын, көп көріп, көпірлік етіп жатқан жоқпын. Шүкір. Тек бұрынғы күйеуіме деген қимастық қалды ғой бәрібір. Бірақ ең бастысы ана болдым. Ештен кеш жақсы демекші, Алла маған құрсақ көтеріп, іштегі сәбиімнің өскенін, ішімде ары-бері қозғалып, бүйірімді тепкілеп дүниеге келуін көруді нәсіп етті. Алла ендігі осы балалар мен Бөкемнің амандығын берсін. Кіші қызым жайлы айтар болсам, қызымыз әлі Астанада оқуын аяқтап, жұмыс жасап жүр. Бізге жиі келіп тұрады. Баласына сол күйі мейірімі оянбады. Братишкам дейді. Оны да уайымдаймыз. Болашақта тұрмысқа шығып жатса, күйеу бала бір жерде, болмасын бір жерде бала туғанын, братишкам дегені бізге тастап кеткен, ол екенін естісе, қалай болады екен дейміз. Бөкең ол жайлы ойлама, бұл сенің балаң дейді. Дегенмен жер домалақ. Өскемендегі біраз туыстар естіген біздің жағдайымызды. Не болса да бұйырғанын көрерміз енді. Осы әңгімені сыртқа шығару арқылы кәдімгідей жеңілдеп қалдым. Өмір болған соң сын пікірде болады. Оған да ренжімеймін. Тек айтарым, қанша қиын болса да өмірдің сынағына сынбаңыздар. Алдағы күндерден үміт үзбеңіздер дегім келеді. Балаларымыз аман болсын.